Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Видеоны WhatsApp желісі арқылы достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Неге қыжыл пайда болады және одан қалай құтылады екен? Қыжыл себептері және үйде емдеу әдістеріне келсек, құрметті көрермендер, видео басталмай тұрып, осы видеоны бағалап достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Өмірінде кем дегенде бір рет кеуде сүйегінің артында күйу сезімін бастан өткермеген адам табу қиын. Қыжыл осылай көрінеді, оның себептері әртүрлі болуы мүмкін. Егер адам ауыр аурулардан зардап шекпесе, қарапайым әдістерді қолдану арқылы үйде ыңғайсыздықты жоюға болады. Қыжыл себептері және одан қалай құтылуға болады. Қыжыл өте жиі кездесетін симптом. Әрбір 5-ші адам кем дегенде айына бір рет кездеседі. Жүректің күйіп тұрғаны секілді себептері әртүрлі, бірақ оның даму механизмі шамамен бірдей. Асқазаннан қыжыл өңешке түсіп, кеудеде жану сезімін тудырады. Бұл жағдайда өңештің шырышты қабатында іс жүзінде химиялық күйік пайда болады. Жүректің күйуі жиі келесі себептермен қоздырады. Алкоголь және кез келген газды сусындар, кофе және шоколад. Ащы дәмдеуіштер, майға қуырылған және ащы тағамдар, пияз және сарымсақ, цитрусты жемістер, оларға негізделген қызанақ және соустар. Жүректің күйіп қалуын жоюдың немесе жеңілдетудің қарапайым әдістеріне мыналар жатады. Сағыз шайнау. Мол сілекей өңешке енген қышқылды бейтараптандырады. Аз сілтілі өнімді жеу. Банан, қияр, қауынның бір бөлігі, аздап қарбыз, шырынды салат жеу, майсыз сүт ішу. Ас содасының аздап ерітіндісін ішіңіз. 100 мл суға жарты шай қасық сода салынады. Жүректің күйдірілуіне бейімділікпен келесі ережелерді сақтау керек. Тамақ ішкеннен кейін 1-2 сағат бойы жатпаңыз және еңкеймеңіз. Асқазан мен кеудені қысып тұратын киімдерді кимеңіз. Дұрыс позаны сақтау, жиі еңкеймеу, ауыр тағамдардан бас тарту. Тым ыстық тағамдар мен сусындардан бас тартыңыз. Тағам жылы болуы керек. Темекі шегуден бас тарту күйдіруді жеңілдетеді. Бұл темекі түтіні сілекей бездерінің жұмысын тежейтініне байланысты. Ал никотин тамақтың асқазанға өңешке түсуіне жол бермейтін клапандарды босаңсытады. Шұғыл көмек мына жағдайда қажет болады. Кейде жүрек соғысы күйдіргіш ретінде жасырылады. Бұл жағдайда шұғыл госпитализацияны қажет етеді. Егер кенеттен қатты күйіп кету келесі белгілермен бірге жүрсе, жедел жәрдем шақыру керек. Бас айналу, ентігу, көп тер жаққа немесе арқаға, мойынға, қолға таралатын қосымша ауырсыну. Мұндай белгілер жиынтығы әдетте инфаркттың басталуын көрсетеді. Енді кешіктіруге болмайды. Жүректің күйіп тұрғаны секілді сезім болатын қыжылдан қалай құтылуға болады? Ең ұтымды шешім осы айтылған әдістер көмектеспейтін жағдайға түсіп кетсеңіз, дереу дәрігермен кеңесу керек. Және кез келген жағдайда дұрыс тамақтануды ұстануы, спортпен айналысу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауға тырысу қажет. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер осы ақпараттар сізге ұнаған болса, бағалап кетулеріңізді сұраймыз.